Шілденің соңында малшылар жайлаудан пішенге түседі. Шөп жинап, қора қалтқысын жөндеп, малды қысқырынан аман өткізудің дайындығын мықтап жасайды. Тамыздың соңында сай салада самсып тұрған қарақат пен қызылқат, тошала мен бүлдірген бәрі пысқан кез. Ықылым заманнан бері осы өңірде өскен жемістерді үзіп, тосап жасаған малшылар өзіне қажетті витаминді алудың бір түрлі тәсіліне айналдырған. 62 жасқа шыққан Мәден Үрістемұлы қызы Маржан мен туысының қызы Зердені ертіп, осынау кең өрістен дәмі тілі үйретін жеміс жидектере шықты. Мәден екі балаға жеміс үзудің барысын және үзудің әдісін үйретумен бірге, осы жемістің адамдарға пайдалы екенін ұғындырды. Қуаты бар дейді ғой, қызылқат пенен екеуінің farkı сол екен. Қызылқат қанды сұйылтады, қан толтырады. Мынау қуаттандырады. Бұның farkı сол жерінде. Осы тазалап алсаңдар, мына бұны жақсы. Міне ақырын тесеңдер, бұл алынады мына. Біргәтен келді? Ой, біргәтен болса да болды ғой. Yok oldu ana біргәтеннің қолы қолды. Кергіш қой, мұнаны сен бір сағатта тердің бі? Bir saatte terdik aslında. Çarşaf çaldığım jüp. Жаңа замандасыңа да теріп беріп қойған жоқсың ба? Oğlan da yeni tereyin işlеп atыр. Мынаны аршығанда мына қайнататын кезде мынаны бүйтеді. Мынаны бүйтіп алып, Talдайды. талдап мынаның шөбін тыстап, сонан кейін тап-таза қылып қайнатады ғой. Мәден мен бәйбішесі Қатипа екі ұл, екі қыз тәрбиелеген. Бауыршын ауданы Оймақа ауылы Мұңайтпас қыстағының тұрғыны. Балалар түгел қызметте. Олардың қонысы жалдың ойына таяудағы Ақсала деген жерде. Қатынас қолайсыз болғандықтан ай аралап балалары келгенде, олар қабағат қуанып қалады. Қыздарын, келіндерін және немерелерін көргенде, екі қария қуанғаннан ақ түйенің қарны жарылар еді. Балалары атасының мотоциклмен 8 сағат жол басып, сонау Емегейті жайлауынан семіз қоза келгенін естіген. Сол қозы сойылды. Oh, yeah. Кішкене немересі күн болдың туғанына 2 ай толмаған. Ішіне жел тигендіктен, ауырып жылай бергендіктен, Қатипа апай жаңа сойған қозының тоғы шегін жылыдай баланың кіндік үстіне таңып, оның суығын тартқызды. Міне бұл қарапайым қазақы ем. Енді айтеміз енді, жаным ой бұтты. Шенде шек тартып қойдық, енді сол жерін тартып, сен жыламайтын болайын. Үй жаман күшік күттей. Обай. Ой, ана таңым, бауырымды көрдің бе не? Аузыңа салма. Обай. Ой, енді бетін ұстама. Мәден қарияда 100 тұяқ қой, 40 бас сиыр, 7 жылқы бар. Ол
қойы мен жылқысын Емегейті жайлауына арнаулы бақташыға қосады. Ал жаз мезгілінде өзі сиырын Ақсала өңірінде бағады, бәйбішесі сиыр сауып, құрт май алумен қарбалас. Бізде көшеміз ғой. Мәдем мен бәйбішесі әр күні елең алаңда тұрып, 14 сиырды сауады. Кеште қалған 8 сиырды сауады. Бұзаулардың күйіне қарай сиырларды алма кезек сауып отырады. Ал енді мынаға құйып, ертеңін жазайық, қайнатайық. Сүт өнімдерін жасау қазақ ұлты әйелдерінің ұрпақтан ұрпаққа жалғасып келе жатқан азық түлік жасау өнері, әрі анадан қызға қалған дәстүр. Қатипа жасаған сүт өнімдері алыс жақынға танылған. Май алынған іркітті қайнатып, сорғытып, сар суынан айырып, өреде құрт қып кептіреді. Құрт биік үстіртті өңірде тіршілік ететін қазақ халқының белок толықтайтын киеласы. Құрт адамға қуат болады. Жарты шағым құрт көз көрім жерге жеткізеді деген мәтел тек айтылмаған. Қазір енді кәзейін тарттықта құртты да көп алмайтын болдық қой, мына құртты енді жайып кептіріп ала керек. Иә. Сүйіп алмаса. Сарымай қылшықтанып тұздалғаннан кейін дәмі таңдайда қалатын сүт өнімі. Сарымай әдетте қойдың қарнына салынады. Зерде сен қандағы. Сен ол ұмытатын мен біліп тұрған. Балалары қайтатын болды. Екі қарт балаларын қимастықпен аттандырды. Енді екеуі Емегейтіден түсетін малды қырғүйек айының соңына дейін тосты. Сонымен бір уақытта Ешен ақсақалдың ұлдары Серікбол, Ардақбол және үлкен немересі Ерсін шілденің бас шенінде Буыршын ауданы 2817 құрылыс отырықтану түйініндегі шөпті жинауға кіріседі. Олар тартпамен 40 неше күнде 160 мың жердің шөбін шауып жинайды. 700 күп шөп алда жалда қар апаты туыла қалса, осы отбасындағы малдың тек 1/3 ғана жетеді. Қазан айының бас шенінде жауған қарлы жаңбыр солтүстік Шинжаңның ауа райына едәуір ықпал жасады. Ертіс өзені мен Буыршын өзені жағалауындағы қайың мен теректің жапырағының түсуіне ілесе, жыл құстары да жыл өңірге, оңтүстікке қайта бастады. Мәден Рүстемұлы Жалдың ойының маңындағы жайлауынан Ертіс өзені жағалауындағы Ақбұлғынға көшіп келді. 30 жылдан бері ол осы күзеулікте жыл сайын бір ай отырады. Ауылдық су электр станциясында істейтін үлкен ұлы Алмас 2-3 күнде бір келіп, екі қарттың тұрмысына қажетті бұйымдарды жеткізіп отырады.
Алмас осы рет үлкен баласын ертіп келген. Екі қарт немересін көргенде ерекше көңілденді. Ежелден бері дарқан табиғатты анасындай аялап келген қазақ халқы экологиялық тепе-теңдікті сақтауды әбден білген. Мәден қарт жайылымның тұяқ кесілігінің алдын алу үшін бұл арада тек сиыр бағады. Ұсақ малдары қыстаулықта. Сол үшін де Мәден Рүстемұлы биыл күзде 25 ірі қара, 50 тұяқ қой сатты. Бұлғынға сатып ап. Аржақта. Одан мен ақты бұны аталыпты ғой. Осы мезгіл малшылардың тыныстап қалар сәті. Малшылар қолындағы малын сатып, той томалақтарын өткізеді, бәйге салып, балуан күрестіріп қызыққа батады. Қарт бос уақыттан пайдаланып, 5 жасар жорғасы мен 9 жасар жүйрігін баптауға кірісті. Ондағы ойы бәйгеге қосып бағын сынамақ. Көкжал, арқалықтың көкжал аты. Мәден Рүстемұлы 14 жасынан бастап өндіріс әкіретінің жылқысын баққан. Ат бабына қанық қарт 50 жылдан бері талай асау жылқыны үйретіп баптаған болатын. Мәден әдетте жүйрік атты жарату үшін 4 рет ашты терін алады. Осылай жараған бәйге аты, бәйгеде тер шықпай тынысты шабады. Мәден әдетте 2-3 күнде бір рет аттың терін шығарып отырады. Бұланша бұлған кетті. Солан үлкен аттардың бабы қиын. Солай бабылайсыңдар енді. Айтқан бойынша. Соң қосамыз бәйгеге. Көреміз. Бұдан да екесе жүйріктер келуі мүмкін. Бұл ара 2817 құрылыс орнындағы отырықтану түйіні. 30 қазан Ешен Ақсақалдың ұлы Ардақ болдың үйлену тойы. Ақсақал дос жаран және ауыл ақсақалдарын түгел шақырып, тойсын ақылдасты. Досы Мәден де үлгіріп келді ау әйтеуір. Ешен ұлының тойына ту бие сойылды ұйғарды. Ата салты бойынша тойға сойылатын малға ауыл ақсақалдары бата береді. Сізді әте шақырып алдырып отырмыз. Сондықтан білгеніңізді айтып, бала-шаға тілегіңізді беріп, батаңызды беріп, ақ ниетіңізбенен. Кетпесіңіз кең бейіл берсін. Сөйлеген сөздерім мылтықтың оғындай болсын. Көрген көздерім тас көмірдің шоғындай болсын. Астарыңда тақтарың болсын, бастарыңда бақтарың болсын. Не тілесе тілектеріңді қабыл қылсын. Әуелі Құдай оңдасын, оң жолына бастасын, қызыры қияласын, періштесі ұяласын. Неше түрлі пәледен сақтап, неше түрлі кәтерден сақтап, не тілесе тілегін қабыл қылып, қадірет қызын мұсылан дәулетін беріп, тойдан тойға жеткізіп, қылған істерін үстем қылып, екі дүниенің абыройын берсін, аспаның ашық болсын, күнің жарық болсын, босаған берік болсын, отбасың орнық болсын, бақыттарыңды Алла берсін. Теріс ұстап тұрсын, адам чауып жүрсе бір. Әне. Екілігі бас берді, екілігі бас берді. Бірнеше ат бала замат тойға арналған 5 жасар ту биені сойылдың қамына кірісті.
anda bunupsыңдар ora бар. Ana basınlar, ayakta basınlar anda. Әйелдер қауымы отау үйдің жасауын жасаумен әбдер. Ешен ақсақалдың құдасы Серік Оймақ ауылында тұрады. Бұл ара Ешен ақсақалдың қонысына 100 километрдей шалғай. Секең 29 қазаннан бастап сыйлы құдаларын күтіп алған болатын. 30 қазан түске жақын қыз ұзатылатын болды. Дәстүр бойынша ұзатылатын бой жеткен Айнұр ата-анасымен, туыс-туғандарымен көрісіп қоштасады. Басқа тойды тойламасаң тойлама, екі жастың бақыт тойын тойларсың. Басқа тойды тойламасаң тойлама. Жігіт пен келін үйге таяғанда автокөліктен түсіп, алдын ала дайындалған атқа мінді. Алдарынан шыққан әйелдер жолға арқан тартып той кәдесін алды. Ауылға таяғанда келін сөз жоқ аттан түседі. Алдымен келген жеңгесі атқа мінді де, жігіт екеуі ауылға барып, қуанышты хабар жеткізеді. Жеңгесі мінеді. Ал ел жүріп сен кете бір Сендер үшін төлей құсын төрт бөліп, не бір қиын чыдап келген жапаға, сәлем келін ылтипатпен иіліп, әне сондай апаң менен атаңа, жалпы атаңызбен енеңізге иіліп тұрып сәлем. Мұхаммед пайғамбарұлының қолы. Той жүргізуші бет ашарды айтып болған соң келін бет ашты. Кәлеген
Аталардың ақ жарма, ақ көңіл, аналардың ақ құрты менен шашылсын шашулар керек. Той соңы қайыс тарту, қыз қуар, балуан салу сияқты ұлттық дәстүрлі ойынға жалғасты. Сары күздің шуақты күндерінде қазақ халқы келін түсіріп, қыз ұзатып, қуанышқа батып, мәре-сәре болады. Екі рет жауған орташа қардан, жел 90-ның бас шенінде Алтай өңірі күміс моншақ тағынды. Боғыршын өзені мен Ертіс өзені бетіне бір қабат жұқа мұз қатты. Нөлден төмен 20 селси градус суық пен өзен суының булануынан ағаш басына сүңгі тұрып, қайыңдар бейне бөртпе салы жамылған ақ балтыр келіншекке ұқсады. Қысқы күн алауы буалдырланған таңғы мұнар арасына баяу ғана жайылып, мамыражай тірлікті аңғартқандай. Қаннен қаперсіз сиыр айдап жүрген адамдар, орман арасында тебінде жүрген жылқылар, ақ көрпе жамылған байтақ даланы онан ары әрлендіре түсуде. Беген қыстауы Боғыршын ауданынан 70 километрдей шалғайда. Басты қатынас құралы ат пен шана ғана. Биыл осы араға 93 жастағы Әркітбай семьясы қоныстанған. Қасқыр ішігі мен түлкі тұмағын киген қарт, ұлдары Ахмет Қали, Бейіс Қали және қойшысы Қадырға алдағы жұмыс жайын айтты. Бұзылқа қыста ана, аттай анай, тауда. Жерден жақсы байданы. Бана тұмсықтан қайқайсам, мына жағынан боланбаса, қораға жағалап жетет дейтін көңілдеріңде сан болсын. Батыс жақтан боран соқса, қайтып мына жалдан асырмайды, қой қораға келелмей қалады. Бейісқали мен Қадыр жұмысқа шұғыл қамданды. Оны қолтыққа батқа мінгізген Әркітбай ақсақал балаларымен бірге қоралы қойдың соңынан еріп жайылым жағдайын көрмекші. Біраз сарандап келіп жүрдейді, оны толық құлақ білмейді сарынды. Біраз саран бар дейді. Ақсақал 1986 жылдан бері осы араны қыстаған. Мұнда неше мың мол келетін қысқы жайылымы бар.
Қысқы дала жайылымын аралап, ағот жағдайын көзден кешірген ақсақал, ұлдарына 4 түлік малдың өрісін ашалап көрсетті. Ауа райын болжап, шөп шығым мен суаттың жағдайына қарай, мал өрісін межелей білген малшылар мол тәжірибеге ие. Күн ашықтап бұлай жайым деген малшының көңінде сан болады. Боранда қалас. Малың оттамай қалас. Айырбастай шықпай қойдыңыз суға. Қарт жайылымын аралап көңілді қайтты. Ат үсті әулие деген осы ғой. Шалекең қайран 25 деп атты Борбайға тартып кетті. Осы кезде қой түлігі дала жайылымында. Әр жылы желтоқсанның орталарынан кейін ауа райы шұғыл суытып, жайылымды қалың қар басып қалады да. Ірі қара ұсақ малдардың бәрі қолға қарайды. Ал 1 қаңтардан кейін қой табыны әр күні тебінге 1 рет шығады да, қалған уақытта қолға қарайды. Бұл сіздікі. Бұл екісі биеден шықты. Ол жас сен серкен кәлі. Еркек тоқтың бір оғада көпті бөл. Енді бір тоқ қалып бір алып қалды. Ағы бір алып 4 бар. 4 ма дейсің? Еркек тоқ. Bir şavımsaya verelim basak, sende de cıgıttık sıfat kalmaydı. Toplumda karau gerek, malın nesline karau gerek. Bana koşkar toyum neşer ekende biyin. Kargadan karga tuvattı. Karkıldağından başka, kok çokkadan başka tıp bilmeydi. Kanday jaksı desem de, kargan tukum karga. Ol tılgalmaydı. Karşıganın tukumu karşıga, sunkarın sunkar deydi. Denersen tukuma karay oladı. Tukumun jaksı da alda gerek maldı. Эркітбай Бұқатұлы Шоңқұр ауылының малшысы. Ақсақалдың бәйбішесі 1998 жыл қайтыс болған. 93-ке келген қария тұрмыста бүкілдей өзіне сүйенеді. Есте ұстау қуаты әлі де күшті. Бір көрген адамының атын ұмытпайды. Қазақстан ауыл шаруашылық университетінде оқытушы болып істейтін немере қызы Ажар 4 айға толған баласы Рамазанды ертіп келді. Шөбересін көрген ақсақалдың қуанышында шек жоқ. Тақыр бар. Тақыр қойдың хетіне. Қазаныңды қақпақпа. Қардың ашты. Қатыныңды тоқпақпа. Тақыр бар. Тақыр ойдың хетіне. Әлді абай. Атқа тоқым талай. Телегапан алыста қайдан үзек талай. Әлді ақ батыр. Ақ басыққа жат батыр. Айғайда. Әсілі, Іркітбай ақсақалдың жаз жайлауы емегейді. Жасының ұлғаюына байланысты, атпен ұзақ жолға жүру қиын болған соң,
3 жылдан бері ақсақал жылдың 4 мезгілін осы қыстаулықта өткізіп келеді. Сағынасыз ба? Емегейді сағынасыз ба дейді. Енді ұжмақ қой, өскен жер. Ұйықтап жатқанда түске де кіреді, оған амал жоқ қой енді. Иә. Енді бақайлардан хабар бар ма? Олбадай, үш қатын кір, сары бел, айнадай жарқырайды, қанас көліп. Нарымнан емегейті төр жайлау. Жайлайтын сонда барып қалың әлім. Ұйықтап жатсам, көзіме елестейді, секілді 5 жұмақ мекен жерім деп өлең айтатымыз. Енді бүгін сол көздің ғайып болды, қал кетті. Малғыл есіп, барып жерді елді көруге шама келмей қалды ғой балам. Ментал сирек не? Дönür sirkin de sirkin. Şelek ağız болып тойынбапты. Қалып тойынған екен, болады, теті жұмса қоя жасыр. Желтоқсан айы соғым мезгілі. Бейсқали 5 жасар сиырды жетелеп, ақсақалдан ақ бат алды. Әуелі Құдай оңдасын, оң жолына бастасын, Хызыр пайғамбар болсын жолдасын, Қыдыр әулие дарысын, тілегенің қабылып, тең дамысын мал басын, ата бабам Жантекейдің малмен басын берсін. Хызыр пайғамбардың жасын берсін. Ата бабам Жаныбек, Барақ Батыр. Олардың аруағы қолдасын. Ұзақ өмір жас беріп, маңдайға бақ беріп. Мың мұрат бала дүз мұратты қадірден жасаған Аллах аман сақтасын. Аллах акбар. Sen tarta ver, sen basın. Hop! Соғым етін сүрмегенде етті жіліктеп, тұздап, арсаған еді. Тошала азық түлік қоятын үй. Тошала үйде сүрленген ет өте дәмді болады. Жақсы сүрленген етті келесі жылдың мамыр маусым айына дейін жеуге болады. Kalsın bunu. Evet, Бұл арада көмір жақпайды. Ағаш отын тым аз. Негізінен қи мен тезек жағады. Жаз күндері малшылар қой қораның қиын ойып жинайды. Қойдың қиы әдетте қыста 2 рет, жазда 1 рет ойлады. Көң қойдың төсенші. Сондықтан да жатар орын жарым құрсақ дейді. Қи мен тезектің қызуы көмірден қалыспайды. Әдетте малшылар қыста қойдың қиын, жазда сиырдың тезегін жағады. Көшпенділер міне осындай тәсіл арқылы ұлы табиғат пен адамзаттың жарасымдылығын сақтай білген. Асты жақсы екен, жұмсақ.
Soğuk da az da boп duruyor hazır. Тоңжылетіп, көңікі болып, үлкен бұлықтарын қойып, ана сақ. Бұлықтар жауып қойса, борасын айдаса, қораны ішіне қарғы жатса, тоң жүріп кетеді ғой. Ендегі жылқы үйірінің қарасы көрінбегелі 10 неше күн болды. Ақсақалдың тапсыруымен Ахмет Қали мен Бейіс Қали жылқы іздеуге шықты. Малшылардың алаңдайтыны қыстағы жылқы тебінінің шалаңдығы. Осындай кезде жылқы шөп тамырындағы құмды қоса жеп қоятындықтан құм қалта індетіне шалдығады. Мұндай індет жылқының соусыздануына апарып соғады да жылқы өледі. 6 сағаттан кейін олар күрең айғырдың үйірін айдап келді. Ақсақал жылқыларын аралап дін аман екеніне көз жетті. Не жүрген? Мынау байтал анау. Мынау қоңыр. Әзіршенді көне olmaz. Кейін чөп қалған кезде. Құлындарды сатқанда құйрығын кесіп жіберсең болады екен, белгіге таңбасы жоқ қой дегенім ғой. Қалғаның не? Жылқы үйірін іздеудегі тағы бір себеп қысқы мініс аттарын ұстау. Ағайынды екеуі құрықпен мінезі тарпан күрең атты әрең ұстады. Görele. Endi görü kerek yok. Basında kal takımda. Бұл өткен жылы қоя берілген құрат. 56 жасқа шыққан Ахмет Қали асау атты ақыр жуасытты. Görele. Endi görü kerek yok. Basında kal takımda. Бұл арадағы қатынас құралы атты шана. Ахмет Қали жирен атқа шана шекті. Ақсақал шанаға отырғанды жеңіл автокөліктен артық көретін секілді.
Қыс қамын жаз ойла демекші. Малшы үшін кисе киімі, жесе тамағы, ішше сусыны болатын 4 түлік малының қысқырынан аман өтуі ең маңызды. Десе де, Алтайдың ағаязы мен қарлы бораны малшылар үшін қыл көпірден өтетіндей сынақ болмақ. Қайтар жолда біз ат шанамен қайттық. Мейман дос Шпейіл ақсақал екілумен бірге бізді аттандыра шықты. Қозыкөш жерге барған соң қимастықпен қоштастық. Атамыздай ыстық сезілген ақсақал біздің телекамерамыздан баяу ғана алыстай берді. Алыстан ноқат болып көрінген қарттың қарасы осынау кең сақараға сіңіп қала берді.